Сәлем достар, сіздермен Қазақша Америка. Менің есімім Жазира, 4 баланың анасымын. Филадельфия қаласынан сіздерге осы видеоны жолдап отырмын. Көп адамдардың сұрақтары болыпты, неге именно Филадельфия қаласы? Америка сондай керемет, мысалы 50 штаттан тұрады, иә? Неге именно біз Филадельфияны таңдадық? Неге именно осы қылмыстық топ дейді ғой, наркомандардың прям өршіп тұрған жерін неге біз таңдадық? Сол туралы кішкене айтатын боламын. Біз Қазақстаннан Америкаға келген кезде біз мүлдем Филадельфияға келеміз деген ой болған жоқ. Мүлдем ешқандай ойымыз болған жоқ. Біз ең бірінші Нью-Йоркқа барамыз. Нью-Йорктан біз барамыз да бара қаламыз да сразу жұмысты таба қаламыз, сол жақта өмір сүріп кетеміз деген сияқты сондай оймен келдік. Көптеген қазақстандықтардың ойы, қазір көп адамдармен сөйлесіп жатамыз, иә, барлықтарының ойы осы Америкаға келсем, ең бірінші мен трак айдаймын да болды, мен байып кетем, үйтіп кетем, мен бүйтіп кетем деген сияқты. Жоқ, ондай мүлдем ондай ой өте қате, өйткені біздің де ойымыз сондай болған. Ойбай, мен жолдасым трак айдап кетеді, мен болса анаяқтан мынаяқтан жұмыс тауып аламын деген сияқты. Біз келген кезде Нью-Йоркқа ең алдымен келдік. Нью-Йорк өте қымбат қала. Нью-Йоркта сіз машинамен жүре алмайсыз, өйткені Нью-Йоркта парковка қоятын жер жоқ. Ал егер де сіз машинаңызды любой енді бос орынға қойып кететін болсаңыз, машинаңызды 10 минуттан кейін эвакуатор келіп алып кетеді. Ал эвакуатордан барып машинаңызды алатын болсаңыз, $500 төлеп, солай машинаңызды алып кетесіз. Не болмаса, запрещенный жаққа қойсаңыз, эвакуатор алып кетпеген жағдайда сізге минимальный штраф бұяқта $100 басталады. $100, $200, $300, $500, $1000-ға дейін сізге штраф салып кетеді. Сіз оны сол бір айдың ішінде тезірек төлеп бітуіңіз керек. Содан кейін барып Нью-Йоркта машинамен жүре алмайсыз. Нью-Йоркта біз тек қана метромен жүрдік. Енді метромен жүру, шынымды айтсам, 2 күн уақытымыз кетті метроға үйренгенше. Анау беткасы, мынау беткасы, өйткені метро енді көп жердің астында, жердің 4 қабатында метро бар, жердің үстінде кәдімгідей сіздер жүре бересіздер, иә. Соның жердің астына кіріп, 4 қабаттан сіздер метроға отырасыздар. Экспресс метросы бар деген сияқты. Енді метросы көп бөлінеді. Бүкіл ақшаңыз сіздің сол жолға кетеді, метросы бар. Одан кейін бар, тамақтары қымбат, және де именно Нью-Йорк қаласында налог өте қымбат, 35%. Ал бұл Филадельфия қаласында налог 10%. Және де Филадельфияда сіз спокойно көлікті жүргізе аласыз, өйткені бұл жақта парковкамен ешқандай проблема жоқ. Дәл біздің тұрып жатқан жерде де проблема жоқ парковкамен, тек қана ана үлкен даунтаун центрі дейді, сол жақта ғана парковкамен кішкене проблема болуы мүмкін. Бірақ ояқта да платный парковкалар бар, $5, $6 деген сияқты. Сіз сағатына не болмаса 1 суткаға төлеп кете аласыз. Ал Нью-Йоркта мүлдем ондай нәрсе жоқ. Енді біз бірінші келгеннен кейін барып, біз ешқандай штат таңдаған жоқпыз. Нью-Йоркқа барамыз, жұмысты табамыз, сол жақта істейміз де болды, сол жақта тұрып кетеміз деген сияқты ой болды. Бірақ біз барғаннан кейін Нью-Йорктан ешқандай жұмыс таппадық. Бір жерде жұмыс жасадым, алдындағы видеоларда айтқанмын. Солай бізді алдап кетті. Құрдан бекер мен 3 күн бойы стажировкада жүріп, тегін жұмыс жасап кеттім украинецтерге. Содан кейін барып, Нью-Йорктан ешқандай жұмыс таппадық. Жолдасым да жүрді, ешқандай жұмыс таппағаннан кейін біз уже басқа варианттарды іздестіре қарастыра бастадық. Өйткені біз квартираға Нью-Йоркта мысалы 10 күнге $1000 төледік. Біз бірақ ояқта 10 күн болған жоқпыз, 5-ақ күн болдық та, құрсын 5 күнге $500 төлеп, енді басқа арзанырақ штат іздейік деген сияқты таныстар іздей бастадық. Содан бір таныс тауып Филадельфияға келдік. Ол таныс та бізге анау айтқандай бір күшті көмегін берген жоқ. Бізге енді тек қана былай жұмыс жасайсың, аяқтан жұмыс табасын, мынандай жұмыс бар деген сияқты сондай жұмыс жағымен көмектесті. Және де бізге жататын орынды тауып берді. Жататын орынды да арзанырақ тауып берді. Бір кісімен бірге қосылып жатуға болады деген сияқты. Және де көп адамдардың алдында сұрақтарын оқыдым. Қазақтар бір-біріне мейірімсіз деп жазған ба? Сонда иә, қазақтар бір жақта бір-біріне мейірімсіз. Ондай сіз қазақтарды көрмейсіз Қазақстандағыдай. Біз енді басында келгеннен кейін ойбай қазақ деп, бір қазақты көрсек қазақсың ба деп артынан жүгіріп, сөйлесіп, ағымыздан жарылып сөйтіп атамыз. Олар бізден қашып жүреді, түсінбейміз. Сонымен екінші қазақты көрсең, ойбай қазақсың ба десем, иә дейді, амандасады да кетеді. Сонымен ешқандай не түсінбеймін. Содан кейін сұрасақ, бұяқта қазақтар бір-бірінен қашып жүреді. Өйткені сәл қазаққа жолап қалсаң жұмыс сұрайды,
көмек сұрайды деген сияқты сондай нәрседен қашады екен. Содан кейін барып бұяқта қазақтар бір-біріне мейірімсіз болып көрінеді. Шынымен де сізге бұяқта ешқандай әке жәке көкеңіз ешкім көмектеспейді. Тек қана өзіңіз ғана көмектесе аласыз өзіңізге. Өзіңіз ғана өзіңіздің күшіңізге сеніп, өзіңіз ғана тырмысып жұмыс тауып, анамен мынамен сөйлесіп, өзіңіз ғана сондай пысық болып жұмыс таппасаңыз, бұяқта сізге ешкім көмектеспейді. Және де көп адамдар айтып жатады, тілмен қиындық болған жоқ па деп. Жоқ, тілмен қиындық болған жоқ. Әрине, иә, былай қазір мен сөйлеп жатқандай қазақшалап сөйлесіп өстіп сайрап отырғандай ағылшынша әрине сайрай алмаймыз. Бірақ бізде переводчик деген нәрсе бар. Содан кейін барып бұяқтан ұялмай кәдімгідей сұрай беру керексіз. Басында келген кезде мүлдем тілдерін түсінген жоқпыз. Не айтып жатыр, қалай, не, вообще дым түсінген жоқпыз шынымен де. Бірақ одан кейін барып жүре келе уже бір апта өтеді, 2 апта өтеді, 3 апта өтеді, уже сөйлегендеріне үйреніп, уже сіз не айтып жатқанын түсініп, yes или no, я, осылай деп жауап бере аласыз. Тым құрығанда сіз транслейтке жазып, не айтқыңыз келіп тұрғанын айтып, солай сұрай аласыз. Бұяқта ешқандай ұяттығы жоқ. Біз сол транслейтпен жүрдік. Я, бізге не керек, не жағдай болып жатыр, қандай не керек. Мысалы, машина алатын кезде де транслейтпен барлығымен солай жүрдік. Страховка алатын кезде де транслейтпен бізге осындай страховка керек, мынандай деген сияқты ешқандай ұяты жоқ, тек қана өзіңіз пысық болу керексіз. Және де ешқандай туысқа, ешқандай досқа, ешкімге сенудің қажеті жоқ. Өйткені олардың барлығы өз бастарын өздері әрең алып, өздерін әрең асырап жүрген тоже өздеріңіз сияқты қазақтар. Және де көп адам айтып жатады, Америкаға келгенім дұрыс па деген сияқты. Әрине, Америкаға келгеніңіз дұрыс, Американы бір көрген дұрыс. Ұнамай жатса, любой момент сіз қайтып кете аласыз. Ал ұнап жатса, әрине қалып, ары қарай жұмысыңызды тауып, жұмыс істей аласыз. Мен бұл жақта ешқандай қазақты, не болмаса, қазақты ешқандай, өзіміздің ұлтты айтайыншы, басқа ұлтты емес, ешқандай қазақты көрген жоқпын. Қайыр тілеп, бомж болып отырған ешқандай қазақты көрген жоқпын. Барлығы келіп, еті тірі, жұмысын жасап, айлығын тауып, ешқандай сүмірейген қазақты көрген жоқпын. Барлығы кәдімгідей жұмыстарын жасап, ақшаларын еліне салып, кредиттерін жауып, солай тырмысып жүрген елдер. Бұяқта көп адам бомж, қайыр тілеп жатқан адамдар өз елдерінің азаматтары, өз елдерінің америкалық азаматтары. Документтері бола тұра, барлық жағдайлары жасалған, документтері бар, жұмыс жасауға барлық разрешениялар бар, бірақ жұмыс жасағылары келмейді. Солай қайыр тілеп, өкіметтің мойнында отырғанды жақсы көреді. Өз азаматтар ол жақта бомждықпен, қайыр тілеумен айналысады, ал біздің азаматтар бұяққа келіп, тырмысып, жұмыстарын жасап, өз нәпақаларын тауып жүрген елдер. Сондықтан сіздер ойламаңыздар, қазақтар келіп, ойбай, өз күнімді өзім көре алам ба, ойға келіп қайыр тілеп кетпеймін ба деген сияқты. Жоқ, ондай мүлдем ондай болмайсыз. Келесіз, жұмысыңызды табасыз, өзіңіздің бағыңызға қарай, өзіңіздің етіңіздің тірілігіңізге қарай жұмысыңызды жасап, жұмыс істеуге болады. Енді сұрағыма оралайын, неге Филадельфия? Филадельфияда ең бірінші налог аз, одан кейін барып продуктысы төмен, Нью-Йорк басқа штаттарына қараған кезде, және де тұратын орын арендасы тоже төмендеу. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, сояқтағыға қарағанда бұяқ арзандау. Сондықтан біз бірінші Филадельфияны таңдадық. Оның үстіне таныс табылды, содан кейін барып жұмыста табылды осы жерден, содан кейін барып осы жерден машинаны алып, доставкамызды жасап, ең бірінші аяққа тұрып кететін штат осы болғандықтан осы елді таңдадық. Енді екінші рет келген себебіміз де осы, өйткені біз бірден Нью-Йоркқа бара алмадық. 4 баламен Нью-Йоркқа бару енді невозможно, өйткені ояқ өте қымбат. Біз өзіміз қарызданып, қауғаланып келген адамбыз. Лос-Анджелес тоже ұнады. Лос-Анджелесте тоже біздің агентствомен барған балалар, қыздар бар. Енді оларға да баруға болатын еді, бірақ енді ол Лос-Анджелестің өзінде қиындығы көп. Тұратын жері қымбат, продуктысы қымбат, налогы өте қымбат, және де бензині. Бензині енді әжептәуір қымбат біздікімен салыстырған кезде. Филадельфия ең алдымен жаңадан келетін иммигранттарға өте қолайлы қала. Әрине, қорқыныш болады, наркомандар бар, бұзықшылық бар бұл жақта. Бірақ енді өз басыңызды өзіңіз алып жүретін болсаңыз, ондай нәрселерге ұрынбайтын болсаңыз, сізге ешкім тиіспейді. Именно сол өзінің Кенсингтон деген районы бар, сол Филадельфияның орталығында орналасқан. Сол районға кіріп кетіп, өзіңіз прям үйтіп жүрмейтін болсаңыз, сізге ешкім тиіспейді. Әрине, ояқта адамдар
наркотикті қолданады, зомби ұқсап тұрады. Оны да алда түсіріп көрсететін боламын. Ол жайлы кішігірім репортаж, бірақ ол жаққа барудың өзі де шынымен де қорқынышты. Бірақ енді қазір біз уже үйреніп кеттік. Шыны керек, иә, бірінші Америкаға келген кезде, Нью-Йоркқа түскен кезде метросына мініп, метросының ішінде неше түрлі адамдарды көресіз. Ешқандай тазалық жоқ, барлығы шашылып жатыр, іші сасық. Метроның ішінде тышқандар жүгіріп жүрген кезде өзіңіздің төбе шашыңыз тік тұрады. Көшелердің барлығы, прям енді иісін айта алмаймын, иісі аңқып тұрған кезде өзіңізде шынымен де шошисыз. Бірақ одан кейін бар Филадельфияға келгеннен кейін уже сондай Нью-Йорктан сондай нәрсенің бәрін көріп, Филадельфияға келгеннен кейін уже жақ сізге спокойный, бір прям жақсы штат болып көрінеді негізінде. Барлығы енді адамның өзіне байланысты деп айтқым келеді. Егер де шынымен де Филадельфияны таңдап келетін болсаңыздар, хабарласыңыздар, қолдан келгенше барлық көмегімізді береміз. Консультацияны береміз, қалай жасау керек, қаяқтан үй алу керек деген сияқты. Бірақ бізде енді бұл осы Филадельфиямен қалып қаламыз деген ойда емеспіз. Құдай қаласа, Лос-Анджелес, жылы жаққа бізде өзімізде кеткіміз келеді. Өйткені Филадельфияда 50 штат бар. Біз қайтам дегенше сол 50 штаттың хотя бы 10-15-ін, 20-сын көріп кету деген өзіміздің алда жоспарымыз бар. Сондай штаттарда өмір сүріп, өмірлерін көріп, қай штат жақсы, қай штат жаман деген сияқты енді сол жақтарын ғана қарастырып солай жүреміз. Сол енді алдағы видеоларда қалай Америкаға 4 баламен келдік, сол жайлы салатын боламын, қандай жолмен келгеніміз жайлы. Енді тур визаны ала алмай қалдық, біз басқа визаны алдық, сол жайлы салатын боламын. Және де сіздер де комментарияға жаза кетіңіздер, сіздерге қандай сұрақтарыңыз бар, сол бойынша видео салып толық ақпаратты беретін боламын. Сау болыңыздар.